Ассаламу алейкум. Айтары досым, дос жаран, айнымалысыңдар, татымдықтар. Қалайсыңдар? Мен қоса Аллах Тағала жарасымды құлдарым Мұхаммад Расулullah үміттенемін. Мен айтам дегенім, модығы шылым шегу туралы неге көбейіп кетті десе, сол туралы айтқым келеді. Модығы шылым шегу. Фамилиям Саутов қой. Кішкене көп сауыттайды да, модығы шылым шегетін амалдарға, суицидтарға көп сауыттайды да мені. Андай алдандырып жаман үйренгендігін біліп алғанда психиатрлар айт десе, мен олар туралы айтайын дегенім. Олар бастап тұрған құраншылар уақытты құртып ғибрат алып құран кітапты оқи сала беретіндер. мазғуды көбейтеді олар. Ләззатты түсінбейді да. Ләззат деген нәпсіге байланысты ғой. Ләззаттың көбісі нәпсі ғой, аяқта десе. Қате ләззаттар. Сондықтан құраншылық дұрыс емес. Құраншылыққа құран кітабы оқығанда кітапқа қарап отырған мұсылман айнасы. Кітап мұсылман айнасы емес. Кітап ойдың маржаны. Кітап мұсылманның айнасы емес. Күнделік мұсылманның айнасы. Өзінің өмірбаянын жазып, сыр мұсылманның айнасы жарайды көп болса. Ал бірақ кітап мұсылманның айнасы емес. Құран кітапты оқып үйреткендерді айтпай жүрсіздер. Ондайлар болса егер арабтарда оқып үйрететіндердің, сөзбе-сөз үйрететіндердің ақысын қайтасын. Құран кітапты мазғу соған байланысты көбейіп кетеді. Құран кітапты қарап оқып отырып уақытты құртады. Ғибрат алып ләззаттанып оқи беретіндер, ол уақытты құртқандар. Сосын уағыз айтушылар уақытты құртқандар. Мешітте уағыз айтқан дұрыс емес. Уағыз дегеніміз менен мынандай болу көп болса, кемел мінезділік дұрыс емес, көркем мінезділік деген дұрыс емес. Өйткені көркем мінезділікті біріне бастап дұрыс еместігі. Кемел мінезділікті одан гөрі дұрыс емес. Өйткені кемел мінезділікті келмейді ғой, көркем мінезділік сияқты. Өңжі мінезділік дұрыс. Мені сұраса, не құртып отыр десе, өңжі мінезділік болған дұрыс. Әжім деген мағынаға келіп тұр. Жазушылар одағы мешіт имамдарының уағызы Мұхаммед пайғамбарымыз өңжі мінезділігін құртып отыр. Өңге байланысты сөз ұйқыдан оянуда ғана қалып қоймасын ғой, көркем мінезділікке кетіп қалмасын. Ұйқыдан ояудан да жоғарғы дәреже өңжі мінезділік. Көркем мінезділіктен де жоғарғы дәреже өңжі мінезділік. Сол тапқырлығымды имамдар білмей отыр. Мән беріп тауып алуға болады ғой өздерді. Сырттай біле салып құрта салып отса дұрыс емес. Менің де ақым бар. Өз амалым жартысын іздеуге, жартыларын іздеуге, амалдардың жартысын іздеуге ақым бар менің де. Нәпсі туралы кітап жазуда жазушының ақысы жоқ менен гөрі. Өңжі мінезділік, Мұхаммед пайғамбарымыз өңжі мінезділік деп тауып алғаннан гөрі нәпсі туралы кітап жазған ақысы жоқ менде. Арабша болса да. Тапқырлығым өңжі мінезділік. Сол дұрыс. Көркем мінезділіктен гөрі отып тұрған сөзім. Сосын Мұхаммед пайғамбарымыз қосымша ерохқами. Сол кезде ғана құраншылар енең дейді да, бірдеңе құртып алдым деп. Мешітте отыра беретін уағызшылар енең деді десе, осы менгі Мұхаммед пайғамбарымыз қосымша ерохқами және өңжі мінезді. Енең деді үшін тыңдатып отырмын сіздерге. Ақым бар менің де. Осы ақымның ақысы бар. Жөн айтқызуға өзіме. Маған да жөн айтыңыздар. Мұхаммед пайғамбарымыз өңжі мінезді, ерохқами. Сосын ерохқами сөзі туралы айт десе,
Анандай спортсмендер болып қалмаңдар енді. Ирак Хамидің сөзін естіп алып, Мұхаммед пайғамбарымыз өз жүрегін құртатын спортсмендер сияқты ешкім көрмеген істей беретін спортсмендер түсінеді ғой ондайды. Спортқа жоламағандар түсінбей отыр енді. Андай азартпен істейтіндер, алқаштықты азартпен істейтіндер, алқаштықты толық орындайды ғой. Есінен айырылып толық ішеді ғой. Сол сияқты. Ирак Хами сөзіне ыңғайлы сөз естіп көрмегенде құртып алуы мүмкін. Сөзге қызығып керек емес. Ирак Хами сөз арқылы қимылға бара беріңіздер. Шаруаны Мұхаммед пайғамбарымыз енеңді дұрыстап бергенмен бара беріңіздер. Бірақ шаруаға ұшырамаңыздар. Ризықты үйге тасып ала жіптегілерді Мұхаммед пайғамбардың өңші мінезділігіне аластауға тасыңыздар. Көркемділіктен гөрі мешіт имамдарына айтыңыздар осы өңші мінезділік сөзімді естімей қалып отырсам естіңіздер мені. Мұхаммед пайғамбардың өңші мінезді Ирак Хами әйтпесе көркемділік деп құртып отыр. Уағыз айтады. Сосын уағызды арабша айтушылардың ақысы бар, ақысын қайтарсын. Мешіттің имамды мешіттің ішінде арабша сөйлеудің ақысын қайтарсын. Қазақша сөйлеу дұрыс емес. Уақыт кетіп қалып отыр. Мағынасы сөздерді мағыналап, анау руға байланысты сөз, мынау руға байланысты сөз солай кетіп қалып отыр. Ол мешіттің ішкі уақиғасы. Сондықтан мынау өңжімлер керек емес болса, бірақ араб ұлтынша сөйлескен дұрыс, шегінген дұрыс. Мешіттің ішінде араб ұлтынша сөйлеуге намыс емес ол. Арабтардың ақысын қайтару бізге керек. Құран кітап, исарик кітап деп айтып отқаным керек болады дегенім ғой. Бірақ енді бір исарик сөзі тәжвид емес, исарик. Сосын макрухты исарик деуге болады. Сол кезде тапқырлығым қайттан аяқталып тұрды. Мәдениетті исарик сөзі арқылы жеңіп кетуге болады. Көп болса христиандарды. Альхамдулиллах, мұсылман, Аллах шаруатшымын, Құданың Мұхаммад Расулының үміттерін. Альхамдулиллах. Достарым, ассаламу алейкум. Айтары, Тосқан, Дархан, Әнуарбек, әулиекөлдіктер, мейлісайлықтар, қалайсыңдар? Мен осы сыныптастар бұрынғы дәрежесінің сыныптастарым. Мен осы жүріп бірақ өңші мінезділік сөзінің ақысы бар, жөн айтқызуға. Ирак Хами сөзінің маған да жөн айтыңыздар. Диагнозым дұрыс болмай отыр. Дұрыстап сөйлеңіздер. Ақым бар менің де. Алданғаныңызды біліп жүрмін бе? Көркемділікпен жүре беріңіз, заң орындай салып. Көптің бір болудың ақысы бар деп ойладық бөтік. Ислам ғұламаларының ақысы тоқтап қалған бұл өңші мінезділікке. Нәпсі туралы кітап жазып отырып. Ол өңші мінезділік жай ақындық сөз болып қой. Ақындыққа қызығу дұрыс емес қой. Сондықтан қысқа сөздер жайына алып, мешітте арабша сөйлескен дұрыс. Сол мен сөйлесуге шегінген дұрыс, мешіттің ішінде арабша сөйлесуге. Уақытты кетіп отыр, уағызға айтуға. Мешіттің ішінде арабша сөйлескен дұрыс. Ұстаздарым, ассаламу алейкум. Бұзылып кетті десеңдер, денсаулық болмай отыр. Құтылып отырмын. Шыдамай отырмын, дәріде отырмын. Дәрігерлердің көркемділік, өңші мінезділік шықпайды ғой, имамдардан шықпаса. Имамдар құтылса, құтып алмаса өңші мінезділік дұрыс. Бірақ ақындық ақ қой. Қайттан ақындық ақ. Бірақ Ирак Хами сөзінің ақысы бар. Шаруаға тақып, тез. Еркеп оқушы сөзінің ақысы бар. Ала жіптеріне еркеп olan есімдерін еркелік сасқанша Ирак Мұхаммед пайғамбарымыз еркебі қош деп Мұхаммед пайғамбарымыз арқылы алыстап алуға болады. Біреу-біреулерді жөн айтқанда, алдандырғанда, еркелеткенде сол менікі. Ассаламу алейкум. Тыңдасаңыздар. Досқан саған кличкада ойнап қойдым. Ерке, Рох, Деканат Чикс деген
Мұхтар Досқан. Басқалар ассаламу алейкум бәріңе. Тыңдаған арабтарға барлығына ассаламу алейкум. Қазақтарға, ұлттастарыма ештеңе білдірмедім, бәрі тұз. Арашы дұрыс түсінбеймін ғой осымен. Кішкене мағлұмат айт десе, Абу Ханифа мазхабындамын. Асыларына арқылы кішкене шираяттарды тыңдаймын. Шираяттарды тыңдайтындарымды тыңдап жүрмін. Құр намаз оқу кітапшасында ғана емеспін ғой. Ұстаздардың үйреткен кітаптарын оқыдым. Медресенің кітаптарын. Сосын хадис тыңдадым. Интернеттен, теледидардан, сондан. Құр намаз оқу кітапшасында ғана емеспін. Сол мен осы ассаламу алейкум. Дұрыстап тыңдасаңдар. Жөн айтасыздар, күтіп жүрмін. Ертең жұма. Ассаламу алейкум. Жұма күні үлгерерміз. Жұма күні жолыққанша. Жұма мүбәрәк болсын.